Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті қазақ жұрты, қалайсыздар? Қасиетті Меккеден баршаңызға жалынды сәлем. Әр сапар әр түрлі болады, әр сапардың ерекшелігі болады, өзінің қызығы болады ғой. Осы сапарда сіздермен бір ерекше оқиғамен бөліскім келіп отыр, ерекше жанмен таныстырғым келіп отыр. Өзіме қатты әсер етті. Менің қасымда қазір Арыстан ағамыз бар. Аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам рахматуллах. Қалайсыз, жақсысыз ба? Умыраңыз қабыл болсын. Амин, амин. Аға, кеше қонақ үйде қажылардың барлығына бір әңгіме айттыңыз. Өте қатты әсер етті. Өтініш жасадым, аға, енді камераға да сол әңгімеңізді айтсаңыз деп, біраз жастарға үлгі болса, насихат болса деп. Қаншама умраға келіп жатсыз. Сіздің енді ағайын туыстарыңыз көп, жора жолдастарыңыз бар, дүниеден өткен көршілер бар, жақсылық өткен. Олардың атына емес, қазақтың дүниеден өтіп кеткен Кенесары ханына, Ыбырай Алтынсаринге, Ахмет Байтұрсынұлының атынан умра жасап жатқаныңызды естіп, қатты қуандым. Осыны бөлісіп кетіңізші, бұған не себеп болды? Біріншіден, біз енді бала кезде әкеміз ауылда имам, сонда мешітте отырып, немесе үйде отырып, дұға қылған кезде Қонай Бақсақалды қосатын. Сонда кейін сұраймыз ғой, ол кісі бізге туыс па деп сөйтсек, жоқ, ол кісі қазаққа әбден қызмет қылған кісі, артында ұрпағы қалмады, сондықтан біз ол кісіге қазаққа қызмет қылған үшін біз дұғамызды тастамауымыз керекпіз деп айтатын. Содан кейін осы біздің елімізге қазақтың қамы үшін өзінің жандарын құрбан қылған Кенесарылар, Құнанбай сияқты, жаңағы Ахмет, Ыбырай сияқты кісілерге неге бір жақсылық жасамасқа деген ой келді. Сосын ары ойлап, мүмкін мен егер дүнием көп болғанда сол кісілердің атынан бір жақсылық бір нәрсе жасар едік, мысалға бір үлкен. Енді ауылда медресе салынып жатыр, сол медресені Ыбырай Алтынсарин атамыздың атынан ашып жатырмыз қазір. Әлі біткен жоқ. Сол кісінің атынан ашамыз деп ниеттеніп отыр. Өйткені артынан сауап барып тұрсын деп. Сондықтан ары ойлап, бері ойлап, одан да ақыры ай сайын, 2 ай сайын умраға келіп жатырмыз ғой. Құр өзім шауып келе берместен, сол кісілерге де өзімнің қолымнан келіп тұрған жақсылықты неге жасамасқа деп умра жасауға бар ғой, хадисте бар ғой. Қайтқан мұсылманның атынан умра жасауға болады. Мысалы, енді сөзіңіз аузыңызда. Қаншама қазақтың би шешендері бар, елге еңбек еткен. Неге осы 3 тұлғаны таңдап отырсыз? Кенесары хан, Ыбырай және Ахмет Байтұрсынұлы. Неге осы үшеу? Кенесарының маған еңбегі көп, бірақ маған бір еңбек өте қатты әсер етті. Ол кешегі Созаққа Қоқан хандығының адамдары келіп, әр күні қазақтың қыздарын пайдаланам деген кезде, соны естіген Кенесары отырған жерінен 6 күнде, 7 күнде тоқтамай шауып келіп, сол жерді азат етіп, қазақтың қолына беріп, еңбек қылған жерін естіген кезінде қатты әсерленіп кеттім. Сосын менің де бір осы кісіге бір жақсылығым болсын деп, бірінші сол кісінің атынан бастап умра жасап келдік, ең бірінші Кенесарының. Ал Ыбырай Алтынсариннің маған бір сөзі қатты әсер еткен, еңбек көп қой енді ол кісілердің, бірақ бір сөз қатты әсер етті. Ол бүйтеді: мен дейді қазақтың балаларын оқытуға кіріскенде аш қасқырдың қойға шапқан сияқты кірістім деген сөзі бар. Екінші, Ыбырайды орыстар қазақты орыстандыруын керексің деген тапсырмамен жіберген болатын. Негізінде мен әдейі Қостанайға барып іздеп қайттым мен Ыбырайды. Сонда үлкен бір Серікбай Оспанов деген ақсақалды зерттеуші сол Ыбырайды. Сол айтады, негізінде оған дейді орыстандыру саясатымен жіберген дейді оны. Бірақ бұл кісі өгізді өлтірмей, анау арбаны сындырмай, қазақты аман қалып қалу, салтында, дінінде аман алып қалу үшін барын жанын салып кеткен. Артында шындап келгенде ұрпағда қалмай тұр ғой, бір Абдулла деген ауру баласынан Шарипа ма, Шолпан ба деген ғана қыз қалған болды, мысалға. Сондықтан ақыры оның артынан умра жасайтып тұрған перзенті көріп тұрған жоқ, мүмкін бар болса бар шығар. Бірақ сондықтан сол кісінің атынан бір умра жасағым келді. Ал Ахметтің атынан жасағым келгені, ол кісінің шынымен де ұрпақ жоқ, бірақ түрмеде отырып қазаққа қаншама кітаптар жазып, керемет не деген нәрселер қалдырып кетеді. Сонда соны ізденіп жүргенде Ахмет Ұлтұстаз деген кино шықты. Соны көріп шықтым, 6 сериясын. Бірден сол кісінің атынан умра жасағым келді. Бірден. Неге дегенде ұрпағы жоқ, бірақ болашақ қазақтың балдары үшін түрмеде отырып кітап жазғанда, ал енді біз неге сол кісінің бір несі ретінде, ұрпағы сияқты ретінде бізде бір жақсы жасамасқа деген мақсатта умра жасадық. Алла қабылдығын берсін иншалла. Жайлары жаннатта болсын баршаларының. Алла қабыл етсін аға. Осы бір керемет оқиғаны естігенде өзім рас қатты әсерлендім. Енді әртүрлі кітап оқып жатырмыз, әртүрлі әңгіме естіп жүрміз ғой. Бірақ мына бір шынайы ықыласты әңгімеңізге, шынайы ықыласты ісіңізге Алла разы болсын. Қазақтың жігіттерінің атынан алғыс айтам, және де бір насихатыңыз болса, қазір жастар қарап отыр. Біздің тегіміз құдайға шүкір таза,
рухымыз биік болу керек енді. Ал енді өткен тарихын ұмытқан ол жойылатын бәріміз білеміз. Сондықтан біз өткен жақсыларымызды ұмытпауымыз керекпіз. Қиналған сәттерінде жастарға айтып отыруымыз керекпіз. Сол әкеміздің бір ауыз сөзінен біз де осындай ниет жасадық. Сол сияқты әрбір әке бала шағасына үлгі болып, елдің қызметіне жарайтындай ұрпақ тәрбиелесек деген өзімнің ойым бар. Ақыры бір рет келесің дүниеге. Сол келгенде бір жақсы нәрсе қалдырып кетсе де, әрбір адам баласы. Ол бәрінің қолынан келеді бір жақсы. Бір түсінгенім, барлық адамның қолынан жақсы жасау керек. Мысалға жағдайы бар адамдар, олар өте үлкен нәрселер қалдырып кетуге әбден бар ғой, мүмкіндік бар ғой мысалы. Алла тыныштық берсін, еліміздің еңсесін биік қылсын. Мына біздің қазақтың жерін Құдай тағалам бір жерінде кемітпей, бүкіл ұрпақтарымызға бұйыртсын Құдай қаласа. Және бүкіл мұсылмандардың ауызбіршілік ынтымағын берсін Алла тағалам. Аумин аға, Алла разы болсын. Өміріңіз қабыл болсын аға. Міне құрметті ағайындар, достар, інілер, бауырлар, біздің ортамызда ірі тұлғалар бар. Алла тағала осындай ағаларымызды аман қылсын, бізге де осы кісілерге еліктеуді нәсіп етсін. Барлығымызға ой, Құдай қаласа тарихты ұмытпайық, аман жүрейік. Ассалаумағалейкум.